Бәріне сәлем достар. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз дауысты және дауыссыз дыбыстардың түрлері және өздері. Дауысты дыбыс дегеніміз адамның сөйлеу мүшелерінде кедергісіз айтылатын дыбысты дауысты дыбыс деп атаймыз. Достар, осы мен бір видеомда да тіркеліңіздер, анау-мынау деп айтпаппын ше. Достар, мен тез 1000 подписчикке жеткізіп тастау керек. Сондықтан тіркеліңіздер. Видеоларым тек қарап қана қоймай, тіркеліп те қойыңыздар. Ал енді өзіміздің тақырыбымызға келсек, дауысты дыбыстар тілдің еріннің қатысына қарай 3 топқа бөлінеді. Тілдің қатысына қарай жуан жіңішке болып бөлінеді. Жуандарды атап беретін болсақ, а, о, а. Жіңішкелерді атап беретін болсақ, ә, ө, е. Негізінде достар, жуан мен жіңішкені ажырату өте оңай. Ал жақтың қатысына қарай ашық, қысаң болып бөлінеді. Ашықтарға а, ә, е, о, ө. Қысаңдарға о. Достар, сіздер дауысты дыбыстардың түрлерін 5 сыныпта өтетін боласыздар. Үшіншісі, еріннің қатысына қарай еріндік езулік болып бөлінеді. Еріндіктерді атап беретін болсақ, о, ө, о. Езуліктерді атап беретін болсақ, а, ә, е, е. Дауыссыз дыбыс дегеніміз өкпеден шыққан ауаның кедергіге ұшырап шығуынан болады. Осы бір сөйлем жаттап аласыздар, болды. Дауыссыз дыбыс деген не екенін біліп аласыздар. Дауыссыз дыбыстар 3 топқа бөлінеді. Қатаң, ұяң, үнді болып. Қатаңдарды атап беретін болсақ, п, қ, к, с, т, ш, ф, х. Ұяңдарды атап беретін болсақ, б, в, г, ғ, д, ж, з. Үнділерді атап беретін болсақ, л, р, м, н, ң, р, қысқа у. Достар, сау болыңыздар.